Hayırlı gün dostum, hayırlı gün bolsun. Bugünkü gün sizde quvonishga to'lsin deb o'tirib, endi o'zingizdan bir-biringga tilaklaringizni aytingizlar. Yaxshi tilaklaringizni. Bарлықтарыңыздың зарплаталарыңыз мол болсын деп айтыңызшы. Мол болып, берекелі болсын. Тақырыптарды балаларға бейімдеу болған бізде осы бойынша біз пиза тапсырмалары, оқушылардың функционалдық сауаттылығын ашу және осының ішінде біз қиын грамматикалық тақырыптарды сұрақ аласыздар. Осы сұрақты талқылау арқылы бүгінгі біздің тақырыбымызды ашып алсақ. Ал олай болса бірінші сіздердікі жасыл түс, жасыл түсті. Сіздерге қандай сұрақ? Я выйду, наверное, потому что Дайын болсаңыздар, Обсуждаем, а умларыңа қоқой отырсыздар. Нечего обсуждать. Эссе мен шығармашылықтың айырмашылығы. Мысалы бөлік болады, кіріспе, негізгі деген сияқты. Соған қарап, сол мәтінді есте жазу жалпы міндеттер бұл жерде ең бірінші тақырыпты дұрыс түсіну керек. Қандай тақырып берілді және соған байланысты, мысалы, есте жазған кезде не жазам деп бірінші ойланасың ғой. Сол кезде сол тақырыпты міндетті түрде түсіну керек. Тақырып әртүрлі береді бұл жерде. Мысалы, естенің әр түрі бар. Дискурсивті есте, келіспеу естесі деген сияқты. Мысалы, аргументативті есте дейміз. Біз мысалы 9-шы сыныпта аргументативті есте жазамыз деп. Ол үшін оқушылармен қандай жұмыстарды жүргізу қажет деген. Біріншіден бағана біз айтатынымыз, мысалы бағана тақырып таңдағаннан кейін жоспар болу, иә? Міндетті түрде болмасын деп ойлаймын. Содан кейін бағана біз кіріспе, негізгі және қорытынды дейді ғой. Мысалға эссе жазған кезде өз ойыңды жазу, өз ойыңды мысалы өзің ойласаң да все равно бір жерге сүйенуі керек кіріспеде, иә? Сода жазып, содан кейін ол да бір белгілі бір сөздерді тұру керек. Мысалға ол дегенде пайыз болса, ол 15% болады. Содан кейін негізге келгенде осы тақырыпты ашу үшін ол жерде сөз тіркестерді қолдануымыз керек. Мақал мәтелдерді келтіруге болады. Және бағанағы сонда ол 70% болады. Сол енді сол өзіңнің ойыңды қорытынды сөзді жазу керек. Сонда да соны осының бәрін оқушыларға түсіндіру керек. Эсседе қана құр, эсседе кейбір кездерде өңкей кіріспе сөзден тұрып кетеді ол, или болмаса негізгі болады да оның ойы қорытындыланбай қалады. Осы жерде де осыны дұрыс жоспарлаған кезде де осының өзінің критерийлері бар. Ана 15%, мынау 70%, арғы қорытындылау тоже 15%. Сонымен 100%-ға эссенің деді. Бағана Гүлжан айтқандай да эссенің неше түрлері болады. енді бүгінгі күнде оқыту мен оқудағы білім берудің ең негізгі талабы осы болып тұр. Бәріміз ағылшынша 5-ке санауды білеміз ғой? Білеміз. Сіздерге
экологияны алдық, Иә. табиғаттың ластануы. Аха. Бұл жерде оқушы енді осы біздің 4 негізгі қабаттың ластануы, иә. Бірінші гидросфера, иә, басында сол гидросфера қабатында қалай ластанып жатыр, атмосфера қабатында, одан кейін литосфера қабатында, биосфера қабатында қандай ластану проблемалар бар, осыған тоқталады. Одан кейін негізгі бөлімде осыларға қалай ластап жатыр, кім ластап жатыр, оған тоқталады. Ал шешімге келетін болсақ, шешімде уже осы жол ұжымдағы микроклимат тест нәтижесін мен шығардым. Шығарғанда мен өзім қуанып кеттім. Өйткені нәтижесінде ұжымда 70% өз жұмысына қанағаттанарлық танытады екен. Ұжымда мәдениеттік пен интеллектуалдық атмосфера, объективті қарау, мектеп әкімшілігімен қарым-қатынасы жақсы дәрежеде екен. Өйткені 27 адамдан 19-18 адам 5 баға берді. Енді мен бұрынғы заманда 5 бағамен қойдым, өйткені мен процент не могу считать, никак не припомню. Әріптестердің ішінде өз сезімін ашып білдім. Әрбір оқушының сезімі мен көңіл-толқуларын түсінуге мүмкіндік береді, эмпатиялық дәрежеге өсіру. Әртүрлі тәжірибенің қайнар көзі ретінде оқушы қиындыққа кездескенде әрқашан кеңес алуға болатын тұлға бұл. Оқушыларға оқытудың мақсаттары мен міндеттерін белгілеп нақтылауға көмектесу. Балалармен қарым-қатынас жасаудан олардың көңіл-күйін түсінуге талпынамыз. Қалыпты ұстануда алыс болыңыз. Өзіңізді өзіңіз ұстай білуде главное. Оқушылардың мінез-құлқына деген таптаурындық қарсы шығулардан алдын ала жасалынған жоспар бойынша кірісуде және тағы басқа. Оқушылармен қарым-қатынастан мақтауды, мадақтауды, қолдау көрсетуді. Почему? Потому что в этой школе на мектепте нравственность у меня не появилась где-то, а появилась. Это недолго. Всем раздала, да? Вы просто сейчас возьмите ручки и сплетите пальцы. Да. Вот так вот сплетите руки. Да. Әнде мұны соң қолыңды пальчикла вверху болса, а если правый болса, вахта пелетес. Посмотрите, какой вы ударяете. Я обеими Какое мышление? Это сочетание. Самый чистый. Учитель считается как даритель света. Вот откуда пошло слово, что учение света, они учили. А ученик это, оказывается, душа, ищущая свет. Вот мы сейчас с вами все вместе. Вот это наше знание, которое мы даем в школе. Я хочу, чтобы вы сделали оручок все вместе. И чтобы этот цвет хорошо учили. Я пока Зайнор, мечтать катысында тұрбақ қалдың ғой. Қарап шырмара қарқылақ түрлеге. Тұмай қалып қайды, қосмалар. Анада мен тұрбақ. Можно я буду учеником? Я решкать сюда. Что ты? Учитель. Бізде осы жақын арада Алматы қаласындағы біліктілікті арттыру ұлттық орталығында өңдеуде біз 2 апталық курсты өткіздік және ол пәндік құзыреттілікті арттыру. Егер де бала жазып отырса, оны есте сақтау қабілеті жақсарады. Тыңдаудан келіңіздер. 2 топқа бөліп отырмыз. Бірге сұрақ және жауап бір-бірімен сәйкес болу керек. Сіздерде толық берілген. Мына жерде бір оқып шықсаңыздар түсінесіздер. Сұрағы және жауабы.
Хақназар. 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 Мәтін Хақназар ханды өлтірген сұлтан. Рыба кішкене. енді оны қараңыздар қазір Рыба кішкене. Жарайсыңдар, дұрыс. Натомскі дұрыс шықты, бәрі дұрыс сіздерге жеке осындай әдіс тағы бір әдіс сіздерге айтып өтетін бұл оператор әдісі дейді. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту. Функционалдық сауаттылықты дамыту дегенде жалпы функционалдық сауаттылық деген сөздің өзін қалай түсінеміз? Бұрынғы және қазіргі. Мысалға бұрында бізде функционалдық сауаттылық және ол туралы түсініктердің өзгеру деп айттым ғой жаңа. Оның бізде бұрын қалай еді? Бұрын оқу, жазу және санау ғана сонымен шектелуші еді функционалдық сауаттылығымыз. Енді қазіргі заманда бізде функционалдық сауаттылығымыз мынандай дағдыларды қамтиды екен. Мысалға креативтік ойлау, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы, ғылыми жаратылыстану және жаһандық құзыреттілік сияқты дағдыларды қамтиды екен. Мысалға жаңа әрбір өзіміздің сабағымызда және әрбір біздің қмж-міздің ішіне бұл функционалдық сауаттылықты қамту міндетті ма деген сұраққа жауап беріп көрсек осы жерде. Туралы ағылшында или тарихта ма қандай да сабақ болмасын, сол сабағымызда біз ол функционалдық сауаттылық туралы материалдарды енгізуіміз шарт па, шарт емес пе, қамту керек па, қамту емес пе деген сұраққа жауап беріп көрсек. Әр сабаққа, сіздің әр сабағыңыз, сіздікші. Пайдалану ғой. Мысалға бізде ағылшын тілінде бұл функционалдық сауаттылық дегеніміз ол өмірмен байланыстыру. Мысалға Мына дағдылардың әрбір пайдаланса, ол бізде функционалдық сауаттылықты қамтиды деп алуға болады. Мысалға креативті ойлау, мысалға ол көбінесе бізде математикаға кетеді. Математика, химия, мысалға математика бағыттағы сабақтарға кетеді. Ал мысалға оқу сауаттылығын арттыру деген мысалға бізде көбінесе тілшілерге кетеді.